Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен мен Азиза, сіздерге тағы да біздің ойыншығымыз жаңыным сол әліппесін таныстырғалы жатырмыз. Жалпы бұл ойыншықтың, яғни көлемі осындай болып келеді. Осы жерден қарасаңыздар болады, енін мен ұзындығын, және де ішіне бірінші назар аударайық. Сыртқы упаковкасын қарасаңыздар, өте сапалы жасалған. Қазір мен ішіндегісін ашып көрсетейін сіздерге. Мінекей, осы жерде көргендеріңіздей өте сапалы жасалған. Ішінде осылай қорғанышы бірге қатар жүреді. Мінекей, ендігі кезекте мен сіздерге әліппенің сыртын және де ішін толықтай таныстырып кетейін. Бұның ұзындығы, яғни 59, ені 42 сантиметрді құрайды. Мына жерден сапасын қарасаңыздар, сырты қапталған, сыртында керемет жазулары анық көрсетілген. Дауысы да анық шығады. Мен сіздерге мінекей көрсетіп жіберейін. Кәдімгі әліппе, бірақ басқа әліппелерден айырмашылығы, онда балаларға тапсырмалары беріледі. Балалар өздігінен барлығын жасай бермейді ғой, оларға тапсырма беріп отыру керек, оларды қадағалап отыру керек. Міне осы әліппе оларға таптырмас құрылғы болып табылады. Осы жерден сіздерге қосып көрсетейін. Негізі батарейкамен жұмыс жасайды, 3 орташа батарейка салынады. Мінекей, қазір қосып көрсетейін сіздерге. Түстерді танып үйренейік. Кез келген батырманы басып, тыңдай ғой. Одан соң қайтала. Мінекей, әліппені бізде осындай жазық жерге үстелдің үстіне қойып ойнауға да болады, және де қабырға іліп қойсаңыздар болады. Сіздерге таныстыра кетейін, бұл жерде не бар екенін. Мінекей, сөйлейтін әліппе жаным солда. Бұл жерде алфавиттер бар, яғни толық балаларға сөйлеуге көмектеседі. Одан соң сандарды да, түстерді де, және де пішіндерді де бір әліппенің ішінен таба аласыздар. Қанекей, сіздерге көрсетейін. О, Қ, Ж, З. Көріп отырғандарыңыздай кәдімгі балалар осы сөздерді қайталап әріптерді үйрене алады. Одан кейін сөздерге басып көрейік. Мына жердегі батырманы. Сөздер. Қанекей, әріптерді дұрыс тауып ойнайық. Келесі әріпті тапшы. Ф. Мына жерден Ф-ны тауып көрейік. Жарайсың. Келесі әріпті тапшы. Б. Дұрыс. Келесі әріпті. Ендігі кезекте біз әріптерді емес, сөздерді тауып көрейік. Сөздерді айтып үйренейік. Кез келген батырманы басып, тыңда. Сосын қайталай ғой. Бала өзі қызыққан әрбір сөзді басып көре алады, және де оның не екенін біле алады. Мінекей. Өрік, тау, жұлдыз. Әрбір сөздерді айтып отырады. Одан кейін орфографиясы, яғни оның дұрыс сөйлеуіне көмектеседі. Сөздерді әріптеп оқиық. Кез келген батырманы басып тыңда. Одан соң қайтала. Үй, қысқа үй. Мінекей, балаларға просто сөздерді айтып қана қоймай, оларға буындап сөздерді жеке-жеке айтып отырады. Яғни бұл балалардың сөздерді тез әрі жылдам үйренуіне мүмкіндік береді екен. Келесі. Мінекей, сөздердің қандай әріптерден құралғанын осы жерден біле аламыз. Одан кейін келесі, оның артықшылығы сандардың болуы. Қазір бізде мына жердегі сандарды басып көрейік. 7, 6, 3, 9. Енді сандардағы тапсырмаларды көрейік. Сандарды санап үйренейік. Кез келген батырманы басып тыңда. Содан кейін қайталай ғой. 9, 9, 7, 1. Осылай балаларыңызға қайталатсаңыздар болады. Кейін енді балалар пішіндерді ажырата алмай жататынын көбіміз байқаймыз. Осы жерден балалар түстерді де, пішіндерді де қарап, осы жерден ажырата алатын болады.
танып үйренейік. Мгм. Кез келген батырманы басып, тыңда. Сосын қайтала. Трапеция, бесбұрыш, сопақ, үшбұрыш, шеңбер. Мен мысалға мынау тік төртбұрыш пен төртбұрышты шатастыратын бала кезінде. Ал осы жерден балалар қазірден бастап жас кезінен оларды ажыратып үйрене алады. Мына жерде қарап көрсеңіздер болады. Бұрыш, шаршы. Мінекей, одан кейін келесі түстерді қарап көрейік. Түстерді танып үйренейік. Кез келген батырманы басып, тыңдай ғой. Одан соң қайтала. Қызғылт, Қызғылт, сұр, сұр, күлгін, күлгін, сары. сары деген сияқты. Келесі енді біз тапсырмаларға өтейік. Балалар бұны барлығын басып, ашып, қарап көреді. Енді оларға практика жүзінде дайындық керек, иә? Оларды біз қалай нығайтамыз? Мына жердегі сөзді тап, санды, пішінді, түсті тап деген сияқты. Қазір санды тауып көрейік. Қанекей, сандарды дұрыс тауып ойнайық. Келесі санды тауып көр. 7. 7, Жарайсың. Келесі санды тауып көр. 8. 8. Дұрыс. Келесі санды тауып көр. Енді қате 7. басып көрейік. Жоқ, бұл емес. Мінекей, Мұқият қарап көрші. балаларға қателессе оны түсіндіреді тіптен. 2. Жарайсың. Керемет. Келесі санды тауып көр. Енді сөздерді тауып көрейік. Қанекей, сөздерді табатын ойын ойнайық. Келесі сөзді таба ғой. Юнга. Юнга, Жарайсың. Келесі сөзді таба ғой. Зебра. зебра. Қазір Дұрыс. Келесі сөзді таба ғой. бұл жерде де Футбол. қателесіп көрейік. Жоқ, бұл емес. Мұқият қарап көрші. Келесі сөзді таба ғой. Футбол. Жақсы, бұл жерде енді тіпті дауысын бәсеңдетіп көтеруге де болады. Мысалға, Бұл қате. енді дауысын да төмендетуге болады. Одан кейін қайта өшіріп қоямыз. Мінекей, Көріскенше. Сау бол. бұл әліппенің керемет құндылығы. Балалар мектепке баратын кезде, дайындық кезеңінде балаларға таптырмас құрал ретінде қолдансаңыздар болады. Балалар сөздерді, тіпті әріптерді, түстерді, сандарды білмей жатса, немесе шатастырып жатса, осы жаным сол әліппесі сіздерге көмектесетін болады.